Қайырлы күн. Бүгін жоспарсыз жүктілікті алдын алу жайлы тақырыпты көтеретін боламыз. Бұл үшін сіздер үшін бірнеше макеттер дайындадық. Міне мынау жатырдың макеттері және де жүктілікті болдырмаудың әдістері. Жатыршілік зат, овуляция есептеу, жаңағыдай календарный метод деп айтамыз. Осылардың бәрін және барьерлік методтер, осылардың бәрін әрқайсысының ерекшелігін, кімге, қашан, қалай қолдануға болатын және қай жағдайда қайсысы тиімдірек болатын талдаймыз, әрқайсысына баға береміз. Видеоның соңында Инстаграмда қойылған сұрақтарға жауап береміз. Тамашалаңыздар, мәліметті толық игеріңіздер. Жүктіліктен сақтанудың әр жолының ерекшелігі бар. Әрқайсысының оңтайлы және әлсіздеу тұстары болады. Мысалға, сіз тұрмыста емес, бірақ сіз жыныстық өмірмен сүретін болсаңыз, сізге бір басқа жүктіліктен сақтану жаңағыдай жолы керек болады. Егер сіз тұрмыстағы босанған жаңағыдай бір жыныстық партнеріңіз бар адам болса, ол бір жаңағыдай сақтану құралы болады. Ал егер де сіз репродуктивті или босану қызметін тоқтатқан, енді босану жоспарыңызда болмаса, ол басқа әдіс болады. Сондықтан өз ерекшелігіңізді ескере отырып, жүктіліктен сақтану әдісін таңдау керек. Мысалға, егер де сіз тұрмыста емес, регулярный половой партнеріңіз болмаса, онда сіз үшін ең тиімдісі жүктіліктен сақтану ол презерватив болып табылады. Презерватив бұл жыныстық жолмен берілетін аурулардан сақтайтын ең тиімді құрал. Ал егер де сіз тұрмыстағы бір жыныстық партнеріңіз бар, босанған әйел болсаңыз, онда сіз үшін жатыршілік құрал ең тиімді әдіс болып табылады. Ал егер де сіз босанып біттіңіз, жаңағыдай алда босану жоспарыңыз жоқ болса, онда сіз үшін хирургиялық стерилизация, трубаларды байлату жолы тиімді болады. Жатыршілік жүктіліктен сақтану құралы туралы айтпай тұрып, жатырдың құрылысы туралы бір-екі сөз айта кетейік. Әйел жыныс, ішкі жыныс мүшелері жатырдан, түтікшелерден, аналық безден, жатыр мойнынан, қынаптан тұрады. Қос жағынан қосалқылар деп айтамыз, екі жақтан оң және сол қосалқылар болады. Бұл жерде ең үлкен жүктілік үшін ең қызметі маңызды мүше ол жатыр. Немесе баланың ұясы деп айтамыз. Қазақша айтқан кезде жатыр нәрестенің ұясы. Нәресте жүктілік бойында осы қуыстың ішінде жатады. Жатыр бұл ұрықтың орналасатын, 9 ай орналасатын орны болып табылады. Егер де біз қарайтын болсақ былай, бұл жатырдың ұясы жатырдың мойнымен аяқталады мына жерде. Жатыр мойны жүктілік бойында жабық тұрады. Міне былай жабық тұрады, жабық күйінде тұрады. Кейін толғақ басталған кезде мына жатыр мойын ашылып, біздің ұрық мынау осы босану каналымен төмен қарай шығып босанады. Мына жерде спиральдардың, жатыршылық құралдың түрлері келтірілген. Мысалға, мынау құрамында мысы бар Т тәрізді спираль деп аталады. Мынау құрамында жаңағыдай купрум, жаңа күмісі бар спираль. Мынау О тәрізді спираль. Және бұрынғы заманда, мысалға біздің үлкен апаларымыз, аналарымызда Z тәрізді спиральдар тұрған, бірақ қазір онша кездесе бермейді. Негізгі түрлері, мысалы Т, О тәрізді, осындай мынандай кейбір кезде мына жерде мынандай шашақтары болатын спиральдар болады, дополнительно. Бірақ жалпылама түрлері осылай болады. Спиральдар негізі өзі жалпы гормональды емес деп бөлінеді. Гормональды еместер, мысалға мынау мысы бар, күмісі барлар, ол күміс, мыс, спермицидті, яғни аталық ұрықтың келген кездегі солардың өміршеңдігіне әсер етіп, осы спермицидті, сперматозоидты жоюшы әсер болады. Негізгі бір жатыршілік
құрал ретінде ұрықтанса да жатырдың дуалына қонбайтындай етіп әсер ететін спиральдар, мысалы мыналар. Ал кейбір кезде гормональды спиральдар болады, ол Мирена типті, өзі гормон бөліп тұрады, жергілікті гормон бөліп, ол жерде овуляцияның жаңағыдай болуын басып, гормональды типті әсер ететін бар. Және мынау О тәрізді спираль бар, ол әйелдің ағза ерекшелігіне, жасына, босану санына қарай ерекшеліп таңдалатын спиральдардың түрлері болады. Қалыптыда сперматозоидтар мына жолмен жүріп өтіп, түтікшелер арқылы мына жерге келеді. Мынау аналық бездің қасына келеді. Аналық без бізде қос жақтан жаңа айтылған. Ол жерде бізді аналық клетка жасуша ooцит күтіп тұрады. Ooцитке келген жаңағы ұрығымыз екеуі қосылу салдарында жаңа өмір пайда болады. Енді мынау спираль салудың мақсатында қай этапта кедергі болады? Бұл екеуінің кездесіп, ұрықтануына кедергі болатын жағдай. Бұл жатырішілік контрацептив. Мысалға қазірге ең жиі қолданылатын Т тәрізді жаңағыдай мысы бар спиральді қолданайық. Спиральді қолданар бұрын дәрігер акушер-гинеколог бұл спиральді былай дайын күйіне өткізеді. Мына жерге дейін есептеледі. Сіздің бірінші зонд деген өзі құрал жабдық болады. Сол зонд бойынша инструментті былай кіргізіп, жатырдың ұзындығын өлшейді. Соған сәйкес мына спиральдің де ұзындығын соған сәйкестендіреді. Өйткені спираль барған кезде, спираль бірінші қынап арқылы айнамен қаралады. Жатыр мойны пулевка деген инструментке алып тартылып, былай ішке керіледі, былай ең төбеніне барып тіреледі. Содан кейін сәл артқа қайтады. Артқа қайтамыз. Артқа қайтып, орналасатын жері анық болғаннан кейін, міне былай спираль жатыр ішінде тұрып, былай ашылады. Былай ашылып, спираль осы жатыр ішінде қондырылады. Спиральдің дұрыс орналасуының белгісін УЗИ контроль жасап арқылы бақылауға болады. Жасап болғаннан кейін УЗИ жасау шарт. Мына жерде қарап тұрсыз, усики деп айтады ғой. Жатыр мойнынан усики шығып тұрады. Бұл усики не үшін керек? Бұл усики кейін спиральді алдыратын кезде осы усики арқылы тартып алу үшін. Міне қалыптыда спираль усики осылай тұрады. Мұртшалардан қорқудың керегі жоқ. Ол жыныстық қатынас кезінде де, былай әйелдің өзінің жүрген уақытында да бұлар өте жұмсақ. Бұл еш жерге қадалып ешқандай кедергі келтірмейді. Одан қорқудың керегі жоқ. Ол тартылып немесе неғылмайды. Егер де спираль дұрыс емес орналасса, мысалға спираль жаңағыдай орналасу барысында мына жерге қонып қалған болса, мысалға, ол жүру барысында әйелдің денесі қозғалған кезде, физикалық күштеме түскен кезде, бұл спираль түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан УЗИ контроль қажет дейміз. Спиральді салуға болмайтын жағдайлар туралы айта кетейік. Спиральді болмайтын жағдай, ол егер сізде қынапта, жатыр мойнында, жатырда активті қабыну процесі болып жатса, сізге мүлдем салуға болмайды. Мысалға, өзіңіз қарайтын болсаңыз, мысалға сізде қынапта қабыну болып жатса, егер сіз оның бүйтіп іштен алып кірген кезде, мына жерде қабынулы бактерияларды, түрлі зиянды заттардың бәрі жатыр ішіне апарып салып бересіз. Яғни сіздегі мына жердегі қабыну мына жаққа өтіп, жатыр ішілік спираль бұл үші бактерияның қоздырғыш ретінде жүреді. Сондықтан спираль салдырар алдында сіз міндетті түрде мазок тапсырасыз.
мазогыңыз таза шығу керек. Сізде қабыну, қышу, ауырсыну сияқты, қан кету сияқты белгілер болмау керек. Сол кезде ғана спираль салуға рұқсат. Тағы да спираль салуға болмайтын жағдай жатыр ішілік. Бағана алдыңғы видеоларда айтқандай, жатыр ішілік сақтану құралын салуға өзінің көрсетпелері бар. Ол жаңағы біріншісі қабыну процесі болса, ең маңыздыларының бірі ол жатыр аномалиясы. Сізде екінші жатырдың немесе жатыр мойынның болуы. Егер де сізде қосарланған жатырдың формасының аномалиясы болса, сізге спираль салуға болмайды. Сіз міндетті түрде басқа сақтану әдісін қолдану керексіз. Келесі мезетте енді инстаграмға қойған сұрақтарға жауап берейік. Және осы айтылмағандарға қосымша ол да объем информация болады. Ағай саламатсыз ба, спираль қанша уақыт тұруға болады? Қалыпты мыс немесе жаңағыдай мынау күмісі бар спиральдар 5 жылға арналған. Бірақ кейбір кезде 10 жылда тұруға болады. Менде 3 кесарево болған, босанғаныма 8 ай месячный келмеді. Әлі спираль салу үшін келгенін күту керек пе, әлде сала бере ма? Спираль салу үшін месячныйды келуді күтудің қажеті жоқ. Бірақ жаңа етеккір келген кезде спиральді салу техникалық тұрғыдан оңай болады, өйткені жатыр мойны сәл ашыңқырақ болады, және де ол қанмен жаңа сұйықтық ретінде смазанный болып тұрады, сондықтан техникалық тұрғыдан дәрігер үшін ол жеңілірек өтеді. Бірақ арнайы спираль салу үшін тек қана месячный келу керек деген шарт жоқ. Көп адамдар спираль салған соң семіріп кеттім, не азып кеттім деп айтады. Не белім ауырады спираль салғаннан дейді. Сол рас па, әсер етуі мүмкін бе? Алдында айтқандай, спиральдар ол гормоносодержащий и гормононесодержащий болады. Мысалға, мына мыс және жаңағыдай күмісі бар, жаңағыдай басқа да металдардың сеппесі бар спиральдар, олар ешқандай гормон құрамында жоқ. Ол семіруге, азаюға және басқа да процестерге ешқандай қатысы жоқ. Саламатсыз ба, 2 рет босанғам, спираль салдырайын деп УЗИ-ға бердім, седлевидная матка, спираль тұрмайды деді. Етектер әлі келмеді, балам 1 жасқа келді, домалық спираль қоюға болады, бірақ гарантия жоқ деді. Седлевидная маткада спираль салуға бола ма? Бағана осы тақырыпты тағы да бір айта кеттік. Міне қараңыз. Егер сіздің жатырыңыздың аномалиясы болса, сізге желательно басқа әдісті қолданған жоқ. Мысалға, сізде седловидная матка, немесе перегородка в матке, немесе қос мүйізді деген сияқты жатырлардың формалары бар болса, онда сізге спираль салуған тиімді емес. Басқа жүктіліктен сақтану әдісін қолданғаныңыз сіз үшін дұрыс. Коки бар, депо-провера бар, презерватив бар, осындай сияқты басқа тиімді әдісін қолданыңыз. Матка загиб болса спираль салуға болмай ма? Матка загиб болса спираль салуға болады. Ол загиб дегеніміз, мысалға, жатыр ортада былай тұрады. Загиб дегеніміз былай шейкамен жатырдың денесі қатты бүгілуді айтады. Загиб ол алға загиб болуы мүмкін, артқа загиб болуы мүмкін, иногда бүйтіп бүйірлерге қарай загиб болады. Мысалға, загиб болған кезде загибтің өзі спираль салуға қарсы көрсеткіш емес. Ал егерде қатты резко загиб болатын болса, сізге дәрігер спираль салам деп жатып, жатырдың артқы қабырғасын немесе алдыңғы қабырғасын тесіп кетуі мүмкін. Бұл бағанағы тақырыпта айтылғандай, бұл жатырға спираль салудың асқынуларының біріне жатады. Мысалға, сіздің жатырыңыз алдына қатты қараса, сізге спираль салам деп жатып, дәрігер мына жақтан тесіп шығуы мүмкін. Егер артқа қарай қатты шалқайса, алдыңғы жақтан қуыққа қарай тесіп өтуі мүмкін. Менің практикамда өзіміздің коллегалар, поликлиникада жұмыс істейтін коллегалар осы спираль салғаннан кейін қанды бөлініс күшейіп, ауырсынып әйелдер келеді. Біз сол кезде басқа жаққа жатырдың денесіне қадалған, жатырдың артқы бөлігінен тесіп, ішек жаққа шығып кеткен, немесе қуықтың алдына шығып кеткен спиральдарды алып жататын жағдайымыз бар. Болған соң оның күтімі қанша күнде половой контакт, ауыр көтеру, жүгіру, спорт, интим жаттығу жасауға болады? Жылжып кеткен жағдайда не істеу керек? Жылжып кеткенін қалай білеміз?
Спиральді салғаннан кейін міндетті түрде УЗИ контроль жасалыңыз. Спираль салып болдыңыз, УЗИмен қадағалаңыз. Егер жатырдың қуысында нормально тұрса, ештеңе істеудің керек жоқ. Ал егер де жатырдың қуысына жетпей, жатыр мойнында, жатырдың денесінде, немесе басқа да қалыпты емес жағдайда тұрса, ол спиральді қайтадан алып тастау керек, немесе жаңағыдай бақылауға алу керек. Енді спираль салғаннан кейін қандай күтім қажет? Спираль салғаннан кейін жақын 10 күнде жыныстық қатынасқа түспей тұрғаныңыз жақсы. Өйткені сіздің жатыр мойнынан былай бөтен дене барып орналасты. Ол жерге бауырласып, ол жердегі тканьдерге қандай да бір өзінің жабысқақ процестермен жабысып, орнығам дегенше микроспаечный процестер, оған уақыт керек. Соған өзіңізге мұрша беріңіз, 10 күндей сақтанып, жыныстық қатынастан сақтана тұрыңыз. Және де спираль салғаннан кейін жақын уақытта ауыр физикалық тұрғыдан жаттығулар жасауға болмайды. Өзіңізді спираль салғаннан кейін сәл күтіне тұрыңыз. Бір 10 күндей жаңағы жаттығуларыңызды шегере тұрыңыз. Спираль салдырдым, бірақ ауырсынады. Не істеуге болады? Доктор, сол туралы айтып кетсеңіз. Спиральді салудың өзінің ережесі бар. Осындай ауырсыну, қатты көп қан келу сияқты жаңағы келеңсіз жағдайларды болдыртпас үшін сіз спираль салардың алдында міндетті түрде мазок түсіңіз, мазок жасатыңыз и УЗИ жасатыңыз. Сіздің анатомиялық ерекшелігіңізбен дәрігер таныссын, қабыну процесі жоқ па, соны көзі жетсін. Егер сіздің қабыну процесі бар бола тұра спираль салсаңыз, жаңағы айтқандай, қабынудың элементтерін, бактерияларын жатырдың ішіне апарып қойып, ол жерде қабыну процесі дамығаннан кейін ол жерде ауырсыну болады. Ол жерде ісіну, домбығу сияқты процестер болады. Содан кейін сіз оны созылмалы түрде жатырдың ішінде мына спираль сол қабыну көзі ретінде жүреді. Сондықтан спираль салар алдында бірінші қынапты, жатыр мойын тазалап, емдеп алғаннан кейін барып, таза болғаннан кейін барып қана салуды кеңес беремін.